Платформа бұл жан-жағы квадрат бетон стенамен қоршалған, ортасы тесілген вертикальды түрме. Ортадағы тесік арқылы платформа жоғарыдан төмен қарай жүріп отырады. Тұтқындарды 2-2-ден бөліп әр қабатқа орналастырған. Жалпы 333 қабат бар, және бұларды деңгей деп алсақ та болады. Сюжеттің негізінде күн сайын платформаға дастархан жайып түрлі тағамдарды аспаздар шын көңілімен дайындап, оны адамдарға жібереді. Ал платформа бірінші қабаттан бастап, ең соңғы қабатқа дейін барады. Ондағы тамақтарды әр адам өзіне тиесілі үлесін алса, ең соңғы адамға дейін жететін еді. Бірақ ең жоғарғы қабаттағы адамдар қарындарын тойдырып, дастарханды быт-шыт қылып төмендегі адамдарға құрмет көрсетпей, былайша келгенде білгенін істеп тастайды. Сондықтан дастархандағы тағамдар бара-бара төмендегі адамдарға жетпей, аштық пен өлімнен құтылу үшін тіпті бір-бірінің етін жеуге дейін барады. Тұтқындарды қабаттарды кездейсоқ түрде орналастырады. Сіз жоғарғы қабатта 1 ай, келесі айда төменгі қабатта немесе 3 ай қатарынан төменгі қабатта болуыңыз мүмкін. Сіз ойлағандай, жоғарғы қабаттағы адамдар өздерін жоғары санап жүреді. Өйткені солар арқылы төмендегі адамдар тамақтанады. Сондықтан барынша ризашылықтарын білдіріп құрметтейді. Барлық қабаттардағы әрбір адам өзіне қажет және ала алатын нәрсені ғана алады. Сөйтіп олар өзіне жеткілікті калория мен ақуыздарды барынша алып қалуға тырысады. Платформа бұл түрлі адамдарды тәрбиелеп, адамның мінез құлқысын өзгеруіне себеп болатын эксперименттік түрме түрі десек болады. Мұнда аштықтан адамдар қасындағы өз досын жеуге дейін баратын кездерді көруге болады. Жоғарыда тұрған адамдар олардан төмен адамдарға мән бермейді, тіпті оларды адам құрлы көрмейді. Ең алдымен, олар қарындарын жақсылап тойдырып, өздерінен төмен адамдарға тамақ қалдырмайды. Бұның түбі суицидке, аштыққа, немесе каннибализмге әкеледі. Егер сіз ертең 48-ші қабатында оянсаңыз, не істейтін едіңіз? Бұл бейнеде мен сізге платформаны жеңудің 5 әдісін айтамын. Біріншіден, платформаның ережелерін біліп алайық. Түрмеге кірмес бұрын, сіз бір затты өзіңмен бірге алып кіре аласың. Бұл пышақ, кітап, мылтық, арқан болуы мүмкін. Екіншіден, әр айдың соңында улы газ жіберіп, барлықтарыңызды кездейсоқ түрде әр қабатқа ауыстырып тастайды. Сөйтіп, жаңа кездейсоқ деңгейде оянасыз. Үшіншіден, сіздің қасыңызға кездейсоқ түрде серіктес қосып береді. Егер сіздің серігіңіз өлмесе, сіз онымен ай сайын жаңа қабатқа көшесіз. Егер сіздің серігіңіз қайтыс болса, қасыңызға келесі айдың басында басқасын тауып береді. Төртіншіден, тамақ күніне 1 рет үстелдің көлеміндей бетон платформада беріледі. Теориялық тұрғыдан алғанда, ол дұрыс нормаланған кезде көптеген деңгейлер үшін жеткілікті тағамға ие. Бесіншіден, егер сіз дастарханнан қандайда бір тағамды алып қалсаңыз немесе сақтауға тырыссаңыз, әкімшілік термостат тұтқасын қосып, бөлме қысымы мен температурасы күрт өзгереді. Алтыншы, сіз платформаға ешқандай салдарсыз түсе аласыз немесе көтеріле аласыз. Жетінші, платформа ең төменгі деңгейге жеткенде, ессіз жылдамдықпен қайта көтеріледі. Тоғызыншы, жоғарыда аталған барлық ережелерден басқа кез келген нәрсені, соның ішінде кісі өлтіру мен каннибализмді де жасауға болады. Жарайды, біз платформаны қалай жеңеміз? Бірінші әдіс – басқаларды өлтіру. Егер бәрі өлсе, тамақ тапшылығы едәуір азаяды. Шын мәнінде бұл Гаринг пен Бахарат атты жігіттер нормалауды енгізуге тырысқан кезде болды. Түскі ас уақыты келгенде платформаға отырыңыз және кереует жақтауының үшкір бөліктерімен төмен түсіңіз. Әр деңгейдегі 2 адаммен төбелесуіңіз керек. Сонымен платформамен жоғары көтерілу қауіпті, өйткені жоғары жақындағанда жылдамдығын азаямама, егер азаймаса сізді сол жылдамдықпен төбедегі бетон қабырғаға шыбын ұрғандай жабыстырып жіберуі мүмкін. Егер сіз 5-ші деңгейден бастап 333-ке дейін бәрін өлтірсеңіз, онда 303-ші деңгейде жүріп, 5-ші деңгейдің тағамдарын жейсіз. Өйткені тұтынушылар азайған сайын тағамдар да артыла беретінін ұмытпаңыз. Дегенмен платформаға жаңадан адамдар әкеп қосуы мүмкін, бірақ сізге жақын арада аштық келе қоймас. Егер бір уақытта платформалар барлық қабаттарға лезде адамдарды әкелсе, сіздің жасаған барлық жұмысыңыз бекер болады. Екінші әдіс күту. Егер сіздің келісім шартыңыз бірнеше ай болса, және сізде артық салмақ болса, онда аман қалу мен одан шығу мүмкіндігі бар. Жүйені бұзуға тырыссаңыз, арты өліммен аяқталуы мүмкін. Дегенмен, сіздің келісім шартыңыз неғұрлым ұзақ болса, өлім ықтималдығы соғұрлым жоғары болады. Фильмдегі платформаның әр қабатта тұру уақыты шамамен бірнеше минутқа ғана созылады. Сондықтан барлық калориялы тағамдар жақын арада жойылады. Өйткені адамдар аузын толтыруға және платформада мүмкіндігінше көп калория жинауға асығады. Егер сіз 111-ші қабатқа немесе одан төменде болсаңыз, сізге тамақ қалмайды десек те болады.
Негізінде, сізде өмір сүру үшін жеткілікті тамақ беретін деңгейге жету мүмкіндігі шамамен 30%-ды құрайды. Біз Гарингтің дипломының орнына 6 ай бойы ерікті болғанын білеміз. Ал Тригамаси қылмыс жасаған үшін 1 жыл мерзім алды. Егер сізде 6 ай болса, бұл 6 мүмкіндік. Орташа есеппен ер адамның салмағы 85 келі, бойы 180 см болса, ода 20% май болады. Өмір сүру үшін қажетті май деңгейі шамамен 5%-ды құрайды. Бұл орташа адамның шамамен бір сатылы майы немесе тамақсыз пайдалана алатын шамамен 90 мың калориясы бар екенін білдіреді. Бұл адам өз камерасында отырғанда күн сайын шамамен 2000 калория жағатынын ескерсек, бұл оған тамақсыз 45 күн шыдай алады. Сондықтан егер сіз 111 немесе одан төмен деңгейге жетсеңіз, сіз 1 ай өмір сүре аласыз. Екінші рет сіз аш боласыз. Үшінші әдіс, 6 ай бойы қол қусырып қарап отыра бермеңіз, түрменің жүйесі мен заңдылықтарын біліп, соған сай іс-әрекеттер жаса. Фильмде бұл платформаның ішкі ережелерін білетін бірнеше кейіпкерлерді кездестіруге болады. Олар арнайы дайындалып келгендіктен не істеу керектігін біледі. Мысалы, Бахарат өзімен бірге арқан жіп алып келген, ал кейбіреулері болса тапанша мен қылыштарды алған дұрыс деп санайды. Өйткені онда тірі қалу үшін бір-бірімен қырылатынын білген секілді. Төртінші әдіс, сізге қысым көрсетіп болмаса қастандық жасамақ болса, сізге көмектесетін жалғыз нәрсе айла мен қолыңыздағы қару болып табылады. Енді сізге жүздеген адамды өлтіру үшін көпке шыдайтын қару керек десеңіз, қылышты алуға болады. Бірақ егер тапаншаға да жүздеген оқтармен қоса беретін болса, ол да тиімді шешімдердің бірі деп санаймын. Бесінші әдіс, платформаның жоғары қабатына шығуға тырысып көріңіз. Ол үшін сізге басқа адамдардың қолдауы мен көмегі қатты керек болады. Бірақ мынандай жауыз адамдардың көмек беруі екі талай шығар. Егер арқаның басына ілмек секілді нәрсемен орасаңыз, сіздің қабатыңыздан көтеріліп бара жатқан кезде, арқанды платформа ұстап тұрған тросқа ілу арқылы онымен жоғарғы қабатқа дейін шығуға болады. Ал басқалары қастандық жасамақ болса, қолыңыздағы мылтықпен қорғанатын боласыз. Жаныңызда Бахарат сияқты сенімді серігіңіз болса, бұл тәсіл арқылы жоғарыдағы адамдарды өлтіріп, аман қалуға үлкен мүмкіндік деп ойлаймын. Іске көшпес бұрын стратегиялық жоспарды нақтылап құрып алыңыз. Өйткені платформа күніне 1 рет қана жұмыс істейді, және сізде басқа қабатқа ауысу үшін бақандай 30 күн бар. Бұл мен ұсынған 5 тәсіл болатын. Егер сізде жаңа тәсілдер болса, пікір алаңына жаза кетіңіз. Осымен видеомыз аяқталды. Лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаймыз.